найти амузи көтерткен келді. Соны қазір алуға келген едім, просто жабық екен. Бүгін біз мамамен шопингке шыққан болатым. Шымкентке барамыз. Ол жақта бізде той болады, ағамыздың. Соған енді көйлек, киім, солардың барлығын алу керек, бірақ мен уже почти бір аптадай болды. Ойлайтыным тек киім, не киім, тойға не киім, и шопинг жасап жүргенімізге бір аптадай болды. Күнде шығамыз, 6-7 сағаттай жүреміз, магазин аралаймыз, инстаграмнан көрген магазинге барамыз, но ештеңе таппаймыз. Seni іздеп күнім жиекке жығылады қызылда жасы. Қазір жаңағы ортаға барып тамақ ішіп алдым, қарным істеліп алып, теперь наверное, домой. Дым алған жоқпыз негізі. Тағы да келіп алмадым. В итоге онлайн заказ беретін болдым. Онлайн осыны маған негізі офлайн шопинг қатты ұнай берді. Мама шопинг қалай істейді? Алған болмайды. Мама өзіне екі нәрсе алды. Мама өзіне салады. Химия ала салды. Енді дым таппады. Енді біз Азия паркке барамыз. Дүние құбылады жанарыма. Біз Абу-Дабиға келдік. Бүгінде қазір сағат 8. Жолы очень интервью біздің концерті болады Астанада. Уже 8 болып қалды басқа қазір. Бара алмаймын. Негізі волонтер болып тегін баруға болады. Представитель 18 жас. Күйір жастық алады. Сезімім тамшы әйнекке ұрып. Ой, все, достар, біз үйге келдік. Төсегімді салып жатайын деп жатырмын. Төсегімді салып алдым. Бүгінге итоги жасап. Өзіме ешқандай покупка жасаған жоқпын, но то магазиндер көріп қойып. Тағы бір көйлек бар, соны мен Шымкенттен заказ беретін боламын. Астанаға емес, сразу Шымкенттегі туысымның үйіне заказ. Сол жақтан ала салатын боламын. Короче, осы полный час бойы чисто жұмыс істедім. Ақшамды особо жаратқан жоқпын да. Киімге, өзіме керек нәрсе чисто уходқа, бір-екі уходқа, тамаққа қыдырысқа ғана. Ал астананың көбісін ақшаны жинадым мен. Сол бір апта бойы шопинг істеп жүріп, мен өзіме бір киім сатып алған жоқ. Ертең Құдай қаласа сол үлкен бір покупкамды мен үшін үлкен, пока үлкен болсын, соны жасайын деп жатырмын. 1,5 айда жинаған ақшаға соны сатып алатын боламыз. Қазір мен бетіме осы кремді жағатын боламын. Бұл менде как еженедельный уход клинзит. Бұл не үшін жағамын мен бұл мазьды. Бетім проблемный и комедон көп шығып кеткен бір периодта прям өте көп қаптап кеткен. Крейси ойнап жатыр. Дүние ішіп сатты. Смотрите. Ой. В общем, все, достар. Всем пока, спокойнуки. Достар, мен душтан шығып алдым қазір. Мен шашымызға қазір уход жасайтын боламыз. Менде осындай Лонда Professional деген масло бар шашқа арналған. Бұны біз сулы влажный шашқа жағамыз. Аның иісі прям өте күшті. Мен қазір шашымның түбі кептіріп алдым. Шашым, кстати, прям объемный болып қалған. Кішкене болсын объем қосылып. Енді қазір шашымызға укладка істейтін боламыз. Покупка жасап баратын боламыз. Сол үшін бетіме осындай SPF-ка жағатын боламыз.
Просто қасымды уқалды дейтем, кірпік жағам и ерніме контур. Сізге қасымды қалай бояйтыныма туториал көрсететін боламын. Кеттік. Бірінші менде осындай гель для бровей от Яра. Енді мен қасымды бояйтын боламын. Мороженое жеуге баратырмыз, саған келмейді. Біздің сөйтіп тастамады. Ойлайын. Біз, короче, бағана Uncharted деген магазинге барғанбыз. Ол жақта менің қалаған моделім жоқ. Тек мен 24 жылғын алып келген. Ол 25 жылғын. Особо разница көп тұрар жоқпын ол арасынан. Но просто бағасы жоғары екен. Мысалы, переплатить деп. Я хочу именно 24 жылғын. Там только еще 128 гигабайт ғана бар екен. Маған 100 қой 200 болды. В общем, мен қалған моделім. Достар алдым, наконец-то. О, достар. Менде просто выбор екі магазин тұрған сол екеуінің. Негізі басқа магазин алған келген. Просто ол жақта бітіп қалыпты. Ол жақта бітіп қалғасын мен споксүйден алсам. Анпакетке жасаймыз. Достар, бізде қазір анпакет болады. Капец, достар, вообще не верю. Қазір мен тіркеліп, iPad'ың бәрін тіркеп, iPad'ың настройкасын жасап жатырмын. Бүгін тағы бізде шопинг. Бірақ бұл жолы енді срочно бір нәрсе табу керек киетін. Десек iPad туралы бөлек кейін айтып беретін боламын. Бүгін мен тағы шықтым, потому что біз ертең Құдай қаласа жолға шығатын боламыз машинамен. И поэтому маған енді срочно көйлек табу керек. Бір көйлек бар, сол көйлекті қазір киіп көремін. Бірақ ол магазинде тек әпкалар размер бар екен, сол үшін басқа қаласаң заказ бермейсің. Мен инстаграмда барлығымен бөлісіп отыратын боламын. Инстаграмға тіркеліп кетіңіз. Тағы да басқа мен iPad'ымда не бар деген видеоны қаласаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода мен сіздермен дальше влогтың жалғасы. Сразу сол күннен ертесі күні мен влогты жалғастырып кеткен болатын, потому что біз Шымкентке жолға шықтық. И сол влогты міндетті түрде көріңіздер, себебі Шымкенттен, ауылдан влогтар өте қызық болып шығады. Атмосферный, уютный и күлі-күлі болып шығатын болады. Сол үшін просто лайк баса беріңіздер, көбірек лайк жинаңыздар, сол кезде мен тезірек сол екінші влогты салатын боламын. Всем пока, ждите.